Статусқа арналған нақыл сөздер. Жақын деген достарым күн өткен сайын жай таныстарыма айналып бара жатқандай. Адамның айтқан мың сөзінен гөрі жасаған бір ісі оның қандай екенін көрсетіп береді. Адамның ішкі жан дүниесіндегі қимыл қозғалыстарының бәрі одан әрі алға басуға әзірлік. Маған жоқ деген адамдарға алғысымды білдіремін, себебі олардың арқасында бәріне өзім қол жеткіздім. Әр күніңіз I love you сөздерінен басталсын. Менің өмірімнің ең қуаныштарының бірі достарымның күлкісі. Анамның махаббаты бұл сатқындықты күтуге болмайтын жалғыз махаббат. Менің өмірімде мені жақсы көретін, маған қамқор болатын және еркелігімді орындайтын адам бар. Әке, сіз бар болғаныңызға рахмет. Әйелдің екі аты болған кезде шынымен бақытты, біреуі сүйікті, екіншісі ана. Шындық сіз білгіңіз келетін, бірақ сенгіңіз келмейтін нәрсе. Сізге қызықсыз кітапты жаба білуіңіз керек. Жаман кинодан кетіп, сізді бағаламайтын адамдармен айырылысу керек. Артқа қарамаңыз, үнемі алға ұмтылыңыз. Сізге шынымен қажет адамдар сізді қуып жетеді. Өмірде кем дегенде бір рет барлық адамдарды жіберуге мүмкіндік беріңіз. Өзіңізді басқа адамдардың проблемаларынан және өзіңізді қажетсіз адамдардан босатыңыз. Маған ұнайды түймесін көре алмайтындар ешқашан баспайды. Егер сізде жігітіңіз болмаса, ренжімеңіз. Құдай сізге қарап, мен бұл қызды ерекше біреу үшін сақтаймын дейді. Бақыт, мен сені сүйемін дегенді есту емес, бақыт шын жүректен жауап беру, мен сені де. Сіздің қасыңызда не болып жатқанын көрмей, көзіңізді жұмып өмір сүру әлде қайда оңай. Менің артымда кім және не сөйлейтіні маңызды емес, маңыздысы мен бұрылған кезде бәрі үнсіз қалады. Қандай махаббат, өзім сабағымды үлгере алмай жүргенде. Барлығы да өтеді, бұл әлемдегі ең шынайы ақиқат. Егер сүйсең алдаусыз сүй, егер сенсең соңына дейін сеніңіз. Жек көрсең айтшы тікелей, ал егер күлсең көз алдымда күл. Халықтың қасиетін кетіретін үш нәрсе бар, және ол үш нәрсені жоқ қылады. Ғалымдар мен қарттарды сыйламаушылық кісінің келешегін жояды. Елді басқарған үкіметті сыйламау ел ішіндегі бірлігін жояды. Асты күтпей ысырап ету берекені кетіріп, ашуға апарып соғады. Әркімнің ішкі нұр сәулесінің үш аты бар. Ол еңбекқорлық, жақсылық, кішіпейілділік. Ілім үйреніп, одан соң оны басқаларға үйретпеу, мол дүние жинап, оны керегіне жаратпай көміп қойғанмен бірдей. Өмірде қанша қиындық көрсем де, жүрегім әлі де ғажайыпқа сенеді. Күлімсіреу бұл қиындықтарды жеңудің, қорқынышыңызды басудың және ауырсынуды жасырудың ең жақсы тәсілі. Егер сіз бір нәрсеге сенімді болсаңыз, немесе қандай да бір нәрсені келіспейтін болсаңыз, онда өз пікіріңізді сақтап қалғаныңыз дұрыс. Өйткені жұмыс барысында ойлау ерекшелігі әрқашан бағаланады. Ақыл ойдың ағасы, өнер малдың анасы. Барлық адам ақшаның жоқтығына шағымданады, ал ақылдың аздығы туралы сөз қозғамайды.
Ешқашан құламаған адам ұлы емес, құлағаннан кейін қайта тұра білген адам ұлы. Таза ақыл мен жаңа идеялар бұл табыстың өсуі үшін ең құнарлы негіз, ал шабыт табысты бизнес үшін ең жақсы мотивация. Ақылды орнымен сөйлер де жауабын күтер.